Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода сіздерге мен каталогтегі акцияда тұрған заттарды қалай береміз, оны қалай көре аламыз, акциямен кетіп тұр ма, арзан бағамен жоқ па, заказды жібермей жатып білесіздер, тексеріп барып қана жібергендеріңіз дұрыс, асықпай жаңағы жіберсем болды демей, жарай ма? Қазір енді мен сіздерге 3 түрлі акциядағы заттарды көрсетемін. Ең біріншіден мына бізде каталогте болады ғой, жаңағыдай при покупке деген акциямен, мысалы каталогтан 2,5 мың теңгеге зат алса, мына зат арзанға түседі деген. Сондай затты сіздер мынау бірінші беттен көре алмайсыздар. Яғни бұл бірінші беттен сіздер бүйтіп кодын теріп беретін болсаңыздар, мысалға мен сіздерге теріп көрсетейін. 5238 деген туш. Бұл тушты осы күйінше заказ беретін болсаңыздар, в корзине деген барып көресіздер, енді корзинада қалай түсіп тұр. 2009 теңге, бірақ каталогте акциямен тұр 1249 теңге. Сол бағамен қалай бересіздер? Оны при покупке деген акцияны міндетті түрде екінші беттегі акциядан қосасыздар. Яғни бұл жерден алып тастайсыздар. Бұл жерден қоспайсыздар. Продолжить деген кезінде екінші бетке барасыздар. Сол екінші бетте ваш бонус за покупку деп тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Осының ішіне кіресіздер. Ішіне кіргеннен кейін жаңағы тушты тауып аласыздар. Мына жерде сол акциямен тұрған түрлі заттар бар. Осының ішіне міне туш first class деп тұр. 5238 деген бізге туш керек. Ең бірінші тұр екен. Осы жерден в корзину деген басамыз, применить дейміз. Мен қазір сіздерге сол приложениенің ішінен қалай беруді көрсетіп жатырмын. Мен корзинама қарасам, міне қараңыздар, 1249 теңгеден, яғни 20% скидкасы 999 теңгеге келеді маған. Акция бағасымен беріп тұрмын. Енді екіншіден бізде набор қылып беру керек заттар болады. Оны бірінші беттен тересіздер. Мына бірінші бетке назад барасыздар. Сол набор болып тұрған екі заттың кодын тересіздер жеке-жеке. Мысалы 32-36 деп тұр. Мен Викингпен жаңағы Валькирия деген екі парфюм, женский мужской екеуі набор болып тұр екен. Сол екеуінің кодын теріп сіздерге қазір набор бағасын көрсеткім келіп тұр. 30-58 корзину. Енді мен корзинаға барайын. Корзинама барайын. Корзинамда қарасаңыздар, жеке-жеке берген сияқты 7539, 7549 екеуін жаңағы общий есептейтін болсам 16 мың теңге болып кетіп тұр. Ал каталогте акциямен тұр 10.800 теңге. Мен оны қалай беремін? Енді осы бірінші беттен теремін. Набордың заттарын бірінші беттен тере бересіздер, бірақ бірінші бетте ол набор бағасы көрсетілмейді. Продолжить деп екінші бетке барған кезде автомат түрде өзі есептейтін болады. Корзинама бүйтіп түсіп қарайын. Міне қараңыздар, набор деп өзі көрсетіліп тұр. Подарканың суреттері көрдіңіздер ме? 5779, 5019 теңге. Екеуін жаңа общий есептегенде 10800 теңге жаңа каталогте акциямен кетіп тұр. Көрдіңіздер ғой. Енді бізде екеу алса арзанырақ болады деген, яғни любые два продукта, мысалға қазір сіздерге мен порошокты көрсетейін. Любые две стиральные порошки деп тұр, яғни екеу немесе төртеу қылып жұқ қылып берулеріңіз керек. Сол кезде ғана жаңағы акция бағасымен 2009 теңгеден келеді. Егер де сіздер үшеу керек болса, екеу акциямен кетеді, біреу акциясыз кетеді. Мысалға енді қазір терейін кодтарын. Екі порошок, мына біреуін қосайын. Тура сол порошокты екеу қоса алайын да, корзинама барып, мына жерден екеу алайын. Жаңағы набор сияқты бұл да бірінші беттен көрсетілмейді, жаңағы скидка акция бағасы көрсетілмейді. Бұл жерде сол жеке алғандағы 3,5 мың теңге бағасымен көрсетіледі. Продолжить деген барған кезінде екінші беттен көресіздер. Екеу алған жағдайда 2009 теңгеден келетін бағасын көресіздер. Мінекей көріп тұрсыздар, 2009 теңгеден өз бағасы 1607 теңге. Көрдіңіздер ме? Любые два порошка деп жазылып тұр,